жұлдыз сияқты, күннің сәулесі сияқты барлық өңірлерімізге жол салынып жатыр. Қазақстан Еуразия құрлығындағы транзит тасымалының чемпионы. Осы біздің жолымызға 95% мемлекеттік, осы қазақстандық материалдар қолданылды. Жанданған Ұлы Жібек жолы, ғаламдық көлік дәлізінің драйвері. Мне хочется жить и знать, что да, я это строил, и кто-то ездит и говорит спасибо тебе. Қазақ-Қытай шекарасындағы алып қақпа бұл. Халықаралық мега жобаның 90 тұсындағы құрылыс жақында аяқталады. Тапсырыс беруші де, бас мердігер де, сапаны бақылайтын инженерлік топта осында. Қадағалау күшті. Орталық Азия арқылы өтетін көлік дәліздерінің транзиттік және логистика орталығы Қазақстан болмақ. 9 жолдың торабындағы еліміз батыс пен шығыс арасындағы алтын көпір. Еліміздің жағрафиялық орналасуына қызығатындардың көп болуы да сондықтан. Соңғы жылдары ел аумағынан өтетін транзиттік тасымалдың көлемі 40%-ке өскен. Елбасы жариялаған ұлт жоспары 100 нақты қадамындағы 65-ші қадамда Қазақстанды халықаралық көлік коммуникациялық ағымдарға интеграциялау, соның ішінде Еуразиялық трансконтиненталдық дәліз, жоғары жылдамдықты мультимодальдық көлік дәлізін құру белгіленгені мәлім. Ол Азиядан Еуропаға жүктері транзитін кедергісіз жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Көлік дәлізі бірінші бағыт бойынша Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына және одан әрі Еуропаға өтеді. Екінші бағыты Қазақстан аумағы арқылы Қорғастан Ақтау портына дейін, одан әрі Каспий теңізі мен Әзербайжанға жетіп, әрі қарай Грузия асады. Жобаға былтыр ғана құрылған Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкін тарту көзделуде. Қытайдың шекарасынан Алматыны, Жамбылды, оңтүстік Қазақстанды, Қызылорданы, Ақтөбені асып отырып Ресейге шықты. 2700 шақырым. Ал енді нұрлы жол бағдарламасы Астанадан жан-жаққа, кәдімгі жұлдыз сияқты, күннің сәулесі сияқты барлық өңірлерімізге жол салынып жатыр. Ұлы Жібек жолы Азия мен Еуропаны байланыстыратын сауда бағыттарының бірі. Тарихы біздің заманымызға дейінгі 138 жылдан басталады. Қытай императорларының бірі сауда-саттық жағрафиясын кеңейту мақсатында батысқа арнайы дипломатиялық керуен аттандырған деген дерек бар. Уақыт өте келе бұл дәліздің маңызы артты. Бір ғана мысал, Қытай Халық Республикасының Ляньюнган портынан шыққан тауар теңіз арқылы Еуропаға 55-60 күнде, ал Қазақстан арқылы 9-14 күнде жетеді. Қазақстан Еуразия құрлығындағы транзит тасымалының чемпионы. Бір белдеу бір жол жобасын талқылау барысында Қытай төрағасы Си Цзиньпин осындай мәлімдеме жасады. Қуатты көршіміз әлемдік экспорттың негізгі күші. Сондықтан халықаралық автомагистральдың әлемдік стандартқа сай болғанын қолдайды әрі қалайды. Тілге тиек етер жайт, Қазақстан территориясы арқылы Қытай мен Еуропа арасына қатынайтын 15-тен астам транзиттік бағыт бар. Қарғызға дейін 4 сағат, 5 сағат жүретін жерге қазір 2,5 сағатта, 3 сағатта келіп жатырмыз. Сахи Кенжеғол. Жол саласындағы еңбек өтілі 35 жыл. Ол Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізі қолайлы инвестициялық климат қалыптастыратынына сенімді. Ағамыз Алматы жол лабораториясы мемлекеттік мекемесінің басшысы. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автокөлік дәлізінің Алматы Қорғас тармағына жауапты маман. Бірақ басшының жылы әрі жайлы кабинетте отырғанын көрмедік. Күні түні мердігер компаниялармен бірге жолдың бойында, елдің шетінде, желдің өтінде жүріп құрылысты кестеден кешіктірмей аяқтады. Халықаралық дәліздің 305 шақырымы Алматы облысының территориясымен өтеді. Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық экономикалық мега жобасының құрылысы
2009 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен басталды. Магистральдік дәліздің жалпы ұзындығы 8445 километрді құрайды. Оның 2787 шақырымы Қазақстан аумағынан өтеді. Бұл халықаралық дәліздің 33%. Ресей Федерациясынан 2233, ал Қытай Халық Республикасынан 3425 шақырым жол өтеді. Бұрынғы есепке қарағанда 50 шақырымдай қысқарды, төте жол салынғандықтан. Бұрынғы жол бұдан 50 шақырым артықтау болатын. Жобамызда 4 мердігер мекеме бар. Бірінші мердігер мекеме Турцияның мекемесі Догушкузан деген. Олар 111 шақырым жерді салып бітірді. Онан кейінгі мердігеріміз Тадини. Осы жолдың 192 шақырымын солар салды. Соның ішінде Іле көпірінде жаңадан көпір салынып, көне көпірімізді толық қайта жөндеуден өткіздік. Оны жасаған Оқиыл деген фирма Шехиянікі. Мына соңғы 90 километр шақырым жерде 30 көпір бар. Сол 30 көпірді Әзербайжанның компаниясы Евросхун салды. Құрылысты жобалау кезінде облыстың климаттық ерекшеліктері ескерілген. Бұнда ауа райы қолайлы, бірақ құбылмалы. Сондықтан құрылысқа қолданылатын материалдарды мердігерде, тапсырыс берушіде күніне бірнеше мәрте тексереді. Құрамынан күдіктенсе құрылысты тоқтатуға құқылы. Біріншіден, жол қателікті кешірмейді. Екіншіден, мердігер өзіне жүктелген учаскеге 2 жылға кепілдік береді. Яғни, бүгін тапсырған жолда ертең ақау шықса, салмақ кәсіпкердің қалтасына түседі. Ескертетін жайт, мега жобаның құрылысына пайдаланылған материалдардың 95% отандық өнім. Құрылыс 2013 жылы басталған. Қазір тақтайдай жолға қарасан көз тояды. Әлемді алқымнан алған экономикалық қиындықтарға қарамастан қазақ басшысы жол құрылысын тоқтатпады, тоқтатпайды да. Ал сол жол торабын салып жатқандар түрлі қиындықтармен шыңдалуда. Мықты маман уақытпен санаспайды. Себебі бұл тәжірибе, ерлік, олар жойқын жобаның бір тетігі болғандарына мақтанады. Мақтануға тұрарлықта. Дороги не имеют имен, но они знают, что здесь труд, пот. Дорожники как неизвестные солдаты. Өмірді жол деп білетін инженер Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту кластерін құру экономикаға серпін береді дейді. Павел ағамыз Беларусь Республикасының азаматы. Әлемнің бірнеше елінде түрлі жобаларға қатысқан. Адамның мінезіне қарағанда табиғаттың мінезін жақсы білем деп қалжыңдайды. Баяғыда саудагерлер керуені жазиралы Жаркенттің құмды төбелерінің ортасымен жүрген. Тыныққан, ықылым заманнан ат табыстығы мен желіне төтеп беретін тораңғы, сексеуіл секілді бұтақты ағаштар ғана өседі. Қазір заман өзгерді. Техникалық һәм технологиялық революция дәуірі. Ең қымбат уақыт. Ал сол уақытты тиімді пайдалану экономиканың талабы. Қытайдан не Еуропадан тауарды тек компаниялар ғана емес, жекелеген адамдар да тапсырыспен алдырталы. Алыс-беріс ғаламтор арқылы да жүзеге асады. Тұтынушы тауар тасымалын интернет арқылы бақылайды. Осы тұста транзиттік мемлекет ретінде Қазақстанның беделі өте маңызды. Когда мы строили эту дорогу, автобан өтетін жолдың 5 шақырымы құмды жерге дөп келді. Жел тұрғанда құм көшіп, жұмысқа кедергісін тигізді. Бірақ жаңа технологиялар арқылы тығырықтан шықтық. Міне, мынандай геоторлар пайдаландық. Арнайы құрылғылармен мықтап бекіттік. 1,5 жылда суысқан құм тоқтады. Тіпті түрлі өсімдіктер де өсе бастады. Бұл дегеніңіз қауіп сейілді деген сөз. Дәл осы учаскедегі жолды 5 айда салып шықтық. Төгілген тер ақталды. есть определенные технологии. Осыдан бірнеше жыл бұрын елбасы Қазақ-Қытай шекарасында еркін экономикалық аймақ ашылады. Құрғақ порт салынып, төрткүл дүние көз тігеді дегенде сенбегендер болды. Бірақ идеядан іске асқан жоба алпауыттардың таңдайын қақтырды. Құмның орнында қала пайда болды. Ен даланың күре тамырындай темір жол төселді. Алтынкөл станциясы іске қосылды. Бұған қауіпсіздігі жоғары бірінші санаттағы жолды қосыңыз. Жойқын құрылысқа қарап, тәуелсіз Қазақстанның, әлем назарындағы Қазақстанның тарихи маңызы зор жобаны абыроймен атқарып жатқаны, ел ертең үшін жасалып жатқаны түсінікті. Жақын болашақта толассыз тасымалдар, толайым табыстарға кеңелтеді.
Это дорога моя душа, моя сердце, жизни, любовь. Махмет Будан, автомобиль жолдары комитетінің грамотасымен марапатталған маман. Осы жобаның арқасында көлік логистикалық инфрақұрылымның мүмкіндіктері еселенеді деп есептейді. Құрылыстың негізгі бас мердігері Догуш Гюльсан кәсіпорны мен итальяндық Todini Конструкциони Generali компаниясы әлемде беделі бар, тәжірибесі мол, соңғы үлгідегі техникасы сақадай сай мықтылар. Жобаның негізгі инвесторы халықаралық қаржы институттары болғандықтан құрылысқа қатысатындарға қойылатын талап та жоғары. Компанияның іскерлік репутациясы маңызды. Алматы Қорғас жолының 90 шақырымына жауаптымыз. Нұрсұлтан Назарбаев Батыс Еуропа, Батыс Қытай жобасын ғасыр ғаламаты деп атаған болатын. Дер кезінде қабылданған шешімнің нәтижесінде алыстағы дүние жақындады. Елдердің бір-біріне сенімі артады. Шекарадағы кедергілер жойылып, сауда-саттық, мәдени байланыстар күшейеді. Бастысы қазақ елінің көлік логистикалық инфрақұрылымы күшейеді. Болашақта ұрпақ мақтанатын мега жоба. Жоба аясында бір ғана Алматы облысында 3000-ға жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Оның 2800-і жерлесіміз. Яғни бір ғана облыста осынша отбасы тұрақты түрде жалақы алып отыр. Айлық орта есеппен 120 мың теңге. Отбасы тоқ, жұмыссыздық проблемасы жоқ. Бұған қоса, мұнай химия саласында отандық өнімге сұраныс артты. 1400 шақырымдай жол осы Батыс Қытай, Батыс Еуропа дәліздің жаңа технология, жаңа материал, цемент, бетон жамылғысын пайдаланып салынды. Ал қалған жартысы асфальт бетонның жаңа түрі шағылтас мастикалық асфальт деген асфальт пайдаланып салынды. Бұл материалдардың техникалық көрсеткіштері жоғары, беріктігі жоғары. Алдымен жол тегістеліп, қиыршық тас төселген. Таптап нығыздалғаннан кейін бетон құйылды. Жол сапасын тексеретін инженерлік компания ешкімге бағынбай, шешімді жалтақтамай қабылдайды. Себебі жол пайдалануға берілгеннен кейін сұрау дәл осы мамандардан алынады. Ескертетін жайт, жол салған мердігер компания мен зерттеу жүргізетін мекеменің бір-біріне еш қатысы жоқ. Сондықтан бармақ басты көз қыстыға бармайды. Тараптар өте сақ. Тек қана біздің лаборатория тексерген жоқ. Әр мердігерде тексеретін өздерінде лаборатория болды. Сосын арнайы инженерлік служба бар. Сол инженерлік службаларында өздерінің лаборанттары бар, инженерлер бар. Әр жолдың сапасын, әр бетонның бәрін қадағалап отқан. Батыс Еуропа, Батыс Қытай магистралі еуростандартпен салынды. Бетон құйылған жолдың қызмет көрсету уақыты шамамен 25 жыл. Экономикалық жағынан тиімді. Қазір Еуропада осы тәсілді қолданылып жатыр. Қыс мезгілінде бетон ерекше күтімді қажет етеді. Яғни пайдалануға берілгеннен кейін алғашқы 2-3 жылда химиялық ерітінді шашуға болмайды. Қыста қардан тазалау процесінде бақылаймыз. Күтіміне бей-жай қарауға болмайды. Жоба бойынша жол айрықтары, бұрылыстар, мал өткелдері, су құбырлары, ауыл, аудан, облыс әкімдерімен ақылдасып, үкімет деңгейінде бекітілген. Құжатқа түскен дүние іс жүзінде бар, жұмыс істеп тұр. 292 құбырдан бөлек 89 көпір салынған. Мост – это искусство. Мосты нужны для соединения берегов и объединения народов. Павел Грасмик. Көпір тек құрылыс емес, экономикалық байланыстың платформасы деген ұстанымда. 5 ауданның тұсынан өтетін жол бойында 8 ауыл бар. Бұндағы халық егін егеді, мал өсіреді. Алматы облысы Алматы қаласының азық-түлік белдеуін қамтамасыз етуші негізгі донор екені белгілі. Сондықтан құрылыс ауыл шаруашылық саласына кедергісін тигізбеді. Керісінше, барынша қауіпсіздікті күшейткен. Ауыл округтерінің аумағында орналасқан көпірлердің астына жұртқа жүруге ыңғайлап, қиыршық тас төселген. Было построено. Өңірдің табиғи ерекшеліктеріне байланысты малға, техникаға арналған жерасты өткелдері жасалды. Ауыл халқы жолдың қарсы бетіне өту үшін бірнеше шақырым жол жүріп әуреге түспейді. Жалпы сулы алқап көп болғандықтан геологиялық қиындықтар болды. Бірақ жаңа технологияларды пайдаландық. Хозтехники. Жол кез келген елдің экономикалық көрсеткіші, локомотиві. Ол мемлекеттің төлқұжаты іспетті. Жол арқылы үкіметтің қауіпсіздікке қаншалықты көңіл бөлетінін бағамдауға болады.
Қазақ-Қытай шекарасынан басталатын халықаралық дәліз бірнеше мемлекетті басып өтеді. Егер қандай да бір елде автомагистраль талапқа сай салынбаса, бірден әшкере болады. Жолға бағаны жолаушы береді. Жолдың жайын жүрген білер. Қазірдің өзінде ауыл аймақтағы жұрт алғысын жаудыруда. Біріншіден, діттеген жерге тез жетеді, әрі қауіпсіз. Бұрын тас талқаны шыққан жолдың кесірінен техникалары жиі істен шықса, қазіргі жағдай мүлде басқаша. Жол өте жақсы. Сондықтан біз бұл жолдың ашылғанда өте қуаныштымыз. Біз қазір оған қатынап жатқанымызға уже 2 айдың уақыты болды. Бұрын Алматыға біздің ауылдан 100 километр 2 сағат, 3 сағатта баратын едік. Қазір 1 сағатта жететін жағдайға келдік. Қарапайым халықтың сөзін ресейлік блогерлер де растап отыр. Өз еліндегі жағдайды сынағандар біздің жолға қызыға, жасырмайды, мойындайды. Дорожное покрытие. Вот посмотрите. В идеальном состоянии. Да. В идеальном состоянии. Бұл жол Еуростандарт. Қазақ билігі халықаралық келісімнің негізінде жол құрылысын межелі уақытта бастады. Кестеден кешіктірмей аяқтады. Ендігі мәселе жол бойында қызмет көрсету орталықтарын заман талабына сай салып дамыту керек. Бұл шағын және орта кәсіптің дамуына серпін болады. Өкілетті орган сервистік қызметтің ортақ жүйесін дайындап бекітті. Соның негізінде ара қашықтық, аймақтағы халық саны, транзитті көлік ағыны есептеледі. Қисық құрылыс сүріліп, жайлы әрі ыңғайлы орталықтар ашылады. Бұл Қызылорда облысындағы көрініс. Асқана таза техникалық көлік жөндеу орталығы тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді. Бұндағы баға тістемейді, қолжетімді. Жалпы 2020 жылға дейін негізгі жолдардың бойында 260 қызмет көрсету орталығы ашылады деген жоспар бар. Жол маңы сервистері және олардың қызметтеріне қойылатын талаптар ұлттық стандартына сәйкес облыс көлемінде 41 жерге жол маңы сервистері орналастырылды. Ұлттық стандартта сәйкес 4 санатта, оның А санаты 3 дана, В санаты 12 дана, және С санаты 16 дана, Д санаты 10 дана болып құралса, олардың қазіргі таңда 20-сы жұмыс жасап тұр. Былтыр Қытай, Еуропа, Қытай бағытындағы транзитті контейнерлік тасымал 2 есеге өскен. Президент 2020 жылға қарай 2 миллион контейнерге дейін арттыруды тапсырды. Сондай-ақ Нұрлы жол бағдарламасы аясында республикалық маңызы бар 920 шақырым автокөлік жолдарындағы жөндеу жұмыстары аяқталды. 767 шақырым жол пайдалануға берілді. Жобаға 75 мың адам жұмылдырылған. Сапа жақсарды, қосымша 30 мың жұмыс орны ашылды. Қалбатау, Майқапшағай, Жетібай, Жаңаөзен, Атырау, Астрахань, Ақтөбе, Қандыағаш, Күрті, Бұралтайып, Ұзынағаш, Отар, Талдықорған, Өскемен, Мерке, Бұралтайы учаскелеріне жоспарлы жөндеу жұмыстары басталады. Жалпы өзіміздегі республикалық маңызы бар жолдардың 85% қанағаттанарлық жағдайда. Жалпы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2020 жылға дейін республикалық маңызы бар 7000 шақырым жол салу және жөндеу жоспарда. Нәтижесінде автомобиль жолдары 1-ші және 2-ші техникалық санатқа ауыстырылады. Демек, қауіпсіз әрі қолайлы болмақ. Құрылысына қыруар қаржы құйылған жол жылдар емес, ғасыр қызмет етсін десек, күтім керек. Ал ол арзан дүние емес. Сондықтан ақылы жүйе енгізілмек. Бірінші санаттағы жолдар үшін және екінші санаттағы жолдар үшін оларды төлеу, яғни төлемдігін енгізіп отырмыз. Оның бізге төлемдігін енгізген ең бірінші мысал ретінде бұл Астана-Бурабай жолы. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын енгізген болатын. Яғни 1 шақырымның құны 1 теңге жеңіл көлік үшін. Бұл сол жылдары қалай енгізілді, әлі бұл баға көтерілген жоқ, және өзінің жаңағы жеткіліктігін көрсетіп отыр. Себебі осы түсетін қаржы аталған жолды тиісті деңгейде жөндеп ұстап тұруға мүмкіндік беріп отыр. Жол кезек күттіртпейтін сала. Мысалы, ақш дағдарыс кезінде ірі жол құрылысын жүргізіп, транспорттық жүйенің жаңа жобасын жасады. Ал Германия жол құрылысын бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін қарқынды жүргізді. Мамандар жүргізушілердің мәдениеті артса екен деп тілейді. Теперь дорога хороша, теперь спокойно всех нас душа. Народ, скоростью не пренебрегай,
меру на дороге знай, пожалуйста. Жақсы жол елге жора. Галина апамыз да бақытын жолдан тапты. 71 жаста, тың, өзіне жүктелген учаскенің әр метр, сантиметр, миллиметрін жақсы біледі. Ғасыр ғаламаты деген атауға лайық жобаның жұрт қадірін білмей жатыр деп қынжылады. Жол белгілерін ұрлайды, жылдамдықты шамадан тыс арттырады. Дорога практически готова. Барлық белгілер орнатылды, адамдардан жолды бүлдірмеулерін сұрар едім. Біздер уақытпен санаспай, аптабыстықпен бет қарайтпайтын аязды күндерде осы жобаға жанымызды салдық. Жолдың бетон жамылғысы төселгенше ұйқы дегенді ұмыттық. Миллиондаған сынақ жүргіздік. Бұл жолды көздің қарашығындай сақтау керек. Ұлы дала төсінде Ұлы Жібек жолының ізі жатыр. Сол із бойымен халықаралық автокөлік дәлізі салынды. Бұл мәңгілік елді мұратына жеткізер, алысты жақындатып, армандарды орындайтын жол. Жол деген ол экономиканы жоғары көтеретін ең күрделі мәселе. Біздің салып жатқан жолымыз қазіргі біздің балаларымызға, немеремізге, шөберелерімізге кетеді.